Баршаңызға сәлем. Бүгін біз макароны по-флотски жасаймыз. Ол үшін бізге фарш, пияз және сәбіз қажет. Қызып тұрған табаға пияз бен сәбізімізді ондап тұрып жәрттеп аламыз. Бір жарым қасық томатный паста қосамыз. Тағы да барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Енді фаршымызды қосамыз, тұз бұрышын салып, тағы да араластырамыз. Міне біздің фаршымыз дайын, қуырылып тұр. Енді параллельно фаршты жәртеп жатқанда су қайнатып қоямыз кастрюляға. Қайнаған суға макароны саламыз, тұз қосамыз, пісіріп аламыз макаронымызды. Енді жәртеп тұрған фаршқа макаронын қосамыз, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің тамағымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.